Бізде мынандай есеп берілген. Үшбұрышты пирамиданың барлық бүйір қырлары тубырасында 40 сантиметрге тең. Ал табанының қабырғалары 10 сантиметр, 10 сантиметр және 12 сантиметр. Үш бұрышты пирамиданың биіктігін табыңыз. Берілгені пирамида. Пирамиданың төбелерін белгілеп шығайық. Мына 10 нүктесі. ДО пирамиданың биіктігі. Бізде АБ БЦ тең 10 сантиметр, АС тең 12 сантиметр болсын. Барлық бүйір қырлары СД тең БД тең АД тең турасында 40 сантиметр. Табу керек ДО биіктігін. Шешуі. ДО биіктігін табу үшін біз үшбұрыш АО-ды үшбұрышын пайдаланайық. Бұл АО-ды тікбұрыш үшбұрыш. Үшбұрыш АО-ды тікбұрышты. ДО осы тікбұрыш үшбұрыш бойынша Пифагор теоремасын алатын болсақ, АД-ның квадраты минус АО-ның квадратына тең. Пифагор теоремасы бойынша. Бізде АД бар, турасында 40 сантиметрге. Сонда бұл есептің шешімін табу үшін бізге АО керек. АО бұл жерде не болып табылады? Есте сақтау керек нәрсе ол мынандай. Егер үшбұрышты пирамиданың барлық бүйір қырлары бір-біріне тең болатын болса, онда пирамиданың биіктігінің табаны 10 нүктесі осы табанына сырттай сызылған шеңбердің центрі болып табылады. Яғни АО бізде R-ге тең. Неге екендігі мынау АО-ды, СО-ды, БО-ды үшбұрыштарының теңдігінен шығады. Үшбұрыш АО-ды тең үшбұрыш БО-ды тең үшбұрыш СО-ды. Бұл жерде яғни АД, БД, СД тең болса, мынау үшбұрыштар бір-біріне тең. Өйткені бір катет мен гипотенузалары тең болатын тікбұрыш үшбұрыштар. Тікбұрыш үшбұрыштардың теңдігінен шығады. Сонда АО, СО, БО тең болғандықтан ол осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең болады. Сонда АО-ны табу үшін біз АБЦ үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табуымыз керек. Ол радиус қандай формула бар? Осы формула бойынша табуымызға болады. АБЦ бұл жерде үшбұрыштың қабырғалары, S дегеніміз осы үшбұрыштың ауданы. Үшбұрыштың ауданын табу үшін біз Герон формуласын пайдалансақ болады. 10, 10, 12 үш қабырғасы белгілі. Немесе тең бүйірлі үшбұрыштың биіктігін тауып алып бірінші, кейін барып биіктігі арқылы ауданын тапсақ та болады. Қайсысы ыңғайлы, ол екеуінің де шығару жолы бірдей десек те болады. Мынау тең бүйірлі үшбұрыш 10, 10, мынау табаны 12. Осының ауданын табайық. Биіктігін жүргізетін болсақ, мынау екі бөлігі, табанның мынау екі бөлігі бір-біріне тең болады. Мынау бізде 12 болса, мына жақ 6. Мынау тікбұрышты үшбұрышты пайдаланатын болсақ, гипотенузасы 10, бір катеті 6, екінші катеті 8-ге тең болады. Сонда бізде үшбұрыштың биіктігі 8-ге тең. Бұдан S
үшбұрыш ABC тең 2-ден 1 көбейтілген қабырға, көбейтілген оған түсірген биіктік 48 сантиметр квадратқа тең. Орнына қоямыз R табу үшін. R тең ABC бізде 10, 10, 12, S бізде 48, 4 көбейтілген 48. 12 мен 48 қысқартатын болсақ 4 болады. 100 бөлінген 16 тең 25 бөлінген 4. Бұл сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Осы жерден DO-ны табамыз. DO тең, мына жерге әкеп қояйық. Түбір астында AD бізде есептің берілгені бойынша түбір астында 40-қа тең. Түбір астында 40-тың квадраты 40 минус AO ол радиусқа тең. Біз жаңа таптық 25 бөлінген 4-тің квадраты тең, есептейік, 40 алынған 25-тің квадраты 625, 4-тің квадраты 16. Ортақ бөлімге келтіру үшін 40-ты 16-ға көбейтіп, 16-ға бөлеміз. 16-ны 4-ке бөлсек 64, мына 0 мен 640. Минус 625 бөлінген 16. Тең, түбір астында 15 бөлінген 16 болады. 16-ны түбірден шығарсайық. Өлшем бірлігі сантиметр. Сонымен есептің жауабы түбір астында 15 бөлінген 4 сантиметр болады.